Остановочный комплекс саламыз деп жер бөлінген еді. Біз жақында оны байқадық, OLX-те сатылымға қойылған. Ең қатты қорқатын дүниеміз жеке меншікке өтіп кетпесе болды ол жер. Яғни мемлекеттің жерінде заңсыз киосктардың болғанда дұрыс емес деген бе? Өйткені бұл архитектурный қабілеті бұзады. Киосктар да қосылған екен. Бұл уже Ислам мырза сізге қарай 3-4 миллиард теңгеге комфортный школа салғаннан кейін хотя бы локально осы жердегі интернет мәселесін шешу. Тағы бір ең маңызды дүние ол білесіздер, соңғы кезде лесополосалар оңды солды кесіліп жатыр. Сәлем достар, арнайы Киіз Жалпақсай Алмалбақ десек болады. Сол жердегі ауылдық округтың отчетының кездесуіне келдік. Негізгі көтерген мақсат ол хотя бы осындай комфортный школа, мектептердің тұсында балаларға қолжетімді интернет болсын. Яғни интернет сеть просто ұстасын. Екінші дүние ол заңсыз құрылыс дейміз ба, 5 жылға арендаға берілген кезіндегі жер жеке меншікке өтіп кетпесін. Яғни Киіздің поворотындағы дүние толығырақ мына жерде видеода көресіздер. Және үшіншісі ең маңыздысы лесополосалар. Яғни ағаш, қызыл тапқа енген ағаштар болуы мүмкін, солардың заңсыз кесілуін тоқтату. Міне бүгіннен бастап, егер бізге қайтадан Қаскелең газетке сондай видеолар келетін болса, демек жергілікті билік дұрыс жұмыс істемегені ма деген сөз. Сол үшін бұл ақпарат сіздерде бар болса, міндетті түрде хабарласып, қай жерлерде лесополоса болып сол жерде сатылып кеткен болса, міндетті түрде ескертсеңіздер болады. Толығырақ видеода. Қателеспесем, біздің әкімшілік өкілдері бұл жерде міндетті түрде аялдама болады тек қана. Ол мына жерде бір жерде скриншотта шығатын шығар. Бұл аялдама ең алдымен осы ауылдың тұрғындарына қолайлы болсын деп жасалынған. Ешқандай талдар кесіліп, бизнестің қолдауға ешқандай әрекет болған жоқ. Мінекей аялдаманың да құрылысы толығымен жүріп жатыр. Осы жердегі құрылысшылардың айтуы бойынша шамамен бір аптаның ішінде жұмыстары бітеді. Бәлкім бұл жылы аялдама шығар. Көп адамдар жүреді ғой. Тоңып қалмасын деп үлкен аялдама жасап жатқан шығар. Бірақ менің ойымша бұл жерде қандай да бір дүкен немесе бір сату орны пайда болатын сияқты. Мүмкін, себебі Кларабай, жақында біз АИС ГЗК деген базадан тексердік. Мына жерде дүңгіршек, яғни бір адамға 4 жыл 11 айға жалға берілген екен. Бірақ қайтарыммен, то есть ол өзінің атына аударылып кетпейді 5 жылдан кейін. Соған қарағанда мына жерде дүкен болуы мүмкін. Қазақстан Республикасының құрылыс, СНИП нормаларына сәйкес 6.1-дегі таблицада көрсеңіздер болады. Үлкен ағаштар, үлкен ағаш сияқты мен ойымша, кішкентай бір кустарник емес, үлкен ағаштардан 5 метр қашықта орналасуы керек. Мен ойлаймын, кесілу керек. Көрейік онда қанша метр қашықтықта тұр екен. Мына жерде әрі кетсе 1 метр бар шығар. Бірақ түбінен стволдан алатын болсақ 1 метрде болмайды. Жақсы, менен подарок болсын 1,5 метр болсын. Байқамай қалдық деп. Бірақ негізінде заңнамаға сәйкес кем дегенде 5 метр болу керек. Немесе ағаш кесілу керек. Ағаш кесілсе не істеу керек, Клара апай? Айыппұл төлеу керек. Бір ағаш кесілсе, орнына 10 ағаш егілу керек. Дұрыс. Ал егерде ағаш кесілмейтін болса не істеу керек? Ондай кезде жаңа қоғамдық кеңес негізінде жалпы мынау құрылысқа рұқсат бермеу керек еді. Мынау бұтақтарды көрдіңіз ғой? Аямай кескен екен. Кесіп қана қоймай, ардақты ағайын, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзу баптарына сәйкес ағашты кескен болсаң, ол жерде жинау керек. Бірақ не көріп тұрмыз мына жерде? Бұтақтардың барлығын тастап кеткен. Ары қарай мұсырлар көп. Зданияны өте тығыз жасаған екен, бүкіл заңдарды бұзып. Соның арқасында мына жер жалпы қоғамдық әжетханаға айналып бара жатқан сияқты. Не үшін кесілмеді деген сұраққа жауап іздедім. Есесіне мында бір қорапты қою үшін ағаш керек болған сияқты. Құрылыс заңдарын қозғағаннан кейін мына Қазақтелекомның сымдары бар. Охранный зона 2 метр. Оңға қарай 2 метр, солға қарай болу керек. Дұрыс қой? Енді былай жүрейік. Менің пайымдауымша қайтадан мына жерде 2 метр жоқ. Остановка болса мен көзімді жұматын едім, бірақ дөңгөкшек жасайды, тағы басқа нәрселер жасайды. Просто алаңсыз құрылысты тоқтату керек қой, ұят қой жігіттер, ұят. Так, қазіргі жағдайы мынандай. Ағаш түртілмеген, бірақ ағаштан салып болмайды деген бар еді. Екінші дүние жергілікті билік қойып жатыр балмұздақта. Ал негізінде парковочный комплекс 3 метрге дейін автобус кіріп тоқтай алдында хал болу керек. Мына остановка салып беріп, осыны үлкен дөңгешек
алаңына айналып кетті. Жалпы бұл мемлекеттің жері ма, әлде жекеменшік жер ма? Мемлекеттік болса, кім бұл жерге қоюға рұқсат берді? Екінші дүние, егер заңсыз қойылған болса, кім бұған жауап береді? Немесе бізде остановочный комплекс алдымызда ма, мына жерде ма? Шын мәнінде мен Жалпақсай менің өте ыстық елді мекен, мен осы жерде тұрғам 10 жылдан астам. Ерекше Ислам мырзаға рахмет айтқым келеді. Тарихта қалатын шығар, себебі сіз светофорды қойыңыз деп па? Енді осы мәселені бүйтіп подкова тез шешілсе жақсы болатын. Бірақ бүгінгі жаңалық ертеңгі тарих демекші, осыдан 5 жыл бұрын, 4 жыл где-то 10 ай бұрын Киздің поворотында, естеріңізде болса, тұрғындар біледі, жергілікті билік, бұл исламның алдында да болған, әкімнің да қатысы жоқ еді. Остановочный комплекс саламыз деп жер бөлінген еді. 19 километрда ма? Жоқ, мынау Киздің поворотында. Центральный көше. Мен Кизді қатты жақсы көремін, себебі 78-ші Кизға електр центральныймен кіресіз ғой, сол кезде оң жағыңызда. Иә, бұл интернет тарихты біледі, ютубта бұл полный широкомасштабный видео бар. Ол жерде АСГЗК-да базада арендаға берілген деген 4 жыл 11 айда. Ол уақыты қазір өтті. Біз жақында оны байқадық, OLX-те сатылымға қойылған. Енді әрине бұл халық қатты мән бермеуі мүмкін, бірақ болашақта негізінде дәл сол норматив бойынша остановочный комплекс 3 метр ішке қарай кіру керек, тем более бұл жерде Кизде 78-ші автобус жүреді. Келісесіздер ғой? Мен сіздерге бөтен емеспін. Сол дүниені бір қарастырсаңыздар, тем более металлический конструкция, то есть заңдастырылмаған шарт, құдай қаласа, ең қатты қорғатын дүниеміз жекеменшікке өтіп кетпесе болды ол жер. Бүгін жаңа барып тағып көрдім, 3-4 киосктар қосылған екен. Бұл уже Ислам мырза сізге қарай. Ол киосктар кезінде жоқ еді. Яғни мемлекеттің жерінде заңсыз киосктардың болғанда дұрыс емес деген бе? Өйткені бұл архитектураны қабілетті бұзады. Иә, дұрыс. Бұл өте маңызды нәрсе деп ойлаймын. Өйткені Киз Казахстан институт земледелия болған, бұл жерде өте үлкен зиялы қауымда тұрған кезінде. Үлкен институт бар. Шынымен менде жаңа аралап отырық, біз мобилографпен қарап отырық. Кәдімгі аллеялар бар, құдайға шүкір нелеріңіз, скамейкелер бүтін сынбаған, сындырылмаған, өте күшті нәрсе ғой. Бірақ Кизге кірген кездегі архитектурный облик нашар да? Өте нашар. Мен ойымша ұят деп ойлаймын. Киздің бұрынғы зиялы қауымына жарасатын нәрсе емес. Және интернет мәселесі, бұны бір жерге енгізіп қойсақ бола ма поездыға, яғни мынандай керемет 3-4 миллиард теңгеге комфортный школа салғаннан кейін, хотя бы локально осы жердегі интернет мәселесін шешу. Мына жерде интернет жоқ қазір, ұстамайды. Жақсы. Ұят нәрсе да, ладно, бүкіл ауыл шеше алмайтын шығарсыздар. Бірақ хотя бы осындай мектептердің қасында оқушыларға қол жетімді интернет болса, дұрыс нөмір болатын еді. Тағы бір ең маңызды дүние, ол білесіздер, соңғы кезде лесополосалар оңды-солды кесіліп жатыр. Сіздерде де бұйыртса инсайт ақпараттар бар шығар, прокуратура қызметкерлері бар ма осы жерде? Бар. Негізінде бұл нәрсені запрос жасай аласыз ба? Жергілікті биліктен, басқа адамдардан. Яғни Ислам мырзаның кезінде емес, кезінде сатылып кеткен жерлер ғой, скорее всего. Жақында Сәуле Бектеева көтерді бұл мәселені. Дәл сонда кезде де сіздерде өте қызыл кітапқа енген краснокнижный бір лесополосаларыңыз бар. Жақында солар под снос кетуі мүмкін. Сондай дүние болмау үшін алдын алу мақсатында осыны запрос жасап, енді сатылып кеткен ғой, бөлініп кеткен, ижрес болып кеткен, или тағы нәрсе болған. Сол қаншалықты заңды сатылды, қаншалықты заңды дұрыс болды, соны бір тексересіздер ме өтініш? Себебі бізге қаскелген кезде кейін келеді ақпарат, уже поздно болады. Да, ондай мәселе бар, бірақ қиыншылыққа біз қиыншылық болатыны жағдай ол ең біріншіден қазіргі уақытта ол жерлердің көбінесе үй салынып кеткен. Біз сотқа барған кезде сот уже үй салынған жер учаскесі болмаса біздің талап арызымызды қайтарып отыр. Соны салынбаған жерлермен да біз этап-этаппен тиісті шаралар. Мен толыққанды келісемін, мен айтқым келгені, вот сондай дүние болмас үшін қазір белгілі бір инсайт ақпараттар бар, тағы бір лесополосалар спассон кетуі мүмкін. Соның алдын алу мақсатында жер қатынастар бөлімі бар, архитектура бар, енді бұл ақпаратты беретін шығар, уже поздно қазір. Кесіп бастаған кезде ақпаратты білсе, уже бүгін нешінші күн?
6 ноябрь мысалы. 6 ноябрь. Осыдан кейін новыйдан кесілсе уже айтпады, ескертілмеді деп айтқан дұрыс болатын шығар. Дұрыс қой Жүсіпжан? Жақсы, рахмет сізге. Яғни бір ай бұрын кесіп қойса, ладно, уже поздно. Енді айтмегенде заңсыз бір лесополосалар кесілмесе екен. Сізде ондай ақпарат болса, бізге келіп айтсаңыз болады, біз тез арада шара қолданатын боламыз. И соңғы мәселе, енді Абылайханда да сондай заңсыз посадка жерлері көп, Қаскелең қаласында. Пересадка ма? Пересадка дейміз. Мысалға Қарасай плазаның алдындағы жерді қазір мемлекет органдары соттасып жерді алып жатыр. Бірақ дәл сондай ЖК Арнаудың алдындағы құрылысқа ешкім тоқтата алмай жатыр. Бірақ дәл сондай дүниелер. Жақсы, мен сізге қосымша комментарий берейін ол бойынша. Жалпы көп рахмет. Кешегі дүниеде шынымен де оңды шешім алатын болса, бұйырса еліміз аман жұртымыз тыныш болады. Иә, мен сізге уақытым жетпей қалды. Негізі қазір таңда исполнять, оказывается, обязанности от меня это очень сложно. В целом, сондықтан кішкене чуть времени не хватает. В целом, то, что я думал сегодня после этого совещания, вкратце вам скажу то, что действительно поддержка имеется. Мы сегодня съездили в Акимат-Алматинскую область, ситуацию объяснили, жалпы түсіндірдік, экономика басқармасына, облыстың заңдарына, жалпы поддержку надо сделать нашим предпринимателям, вроде не отказали. Сондықтан, по вашей просьбе, жаңағы НПА-ға салу мәселесі бойынша, что я вам сказал в течение суток, ну, 1,5 прошло, все равно главное имеется решение. Остановочный комплекс бойынша қазір осы жерден шыққаннан кейін барып көрейік. Не Жанұлы, Ислам Жанұлы барып көріңіздер. Мне желательно действительно жаңағы айтқандай. Бізде мынандай жағдай болған. Сіздің алдыңызда Диас Маратұлы деген архитектор болды. Біз мына жағына кетіп бара жатқан кезде, ауылдың сыртына қарай шығып бара жатқан кезде, оң жағында бір самострой болып тұр. И мынадай жағда несін қазірігін тура ненің үстіне қойып қойыпты. Сол жерде мен біздің архитекторға айтып, оны қазірігін алдырып тастап, қазіргі таңда ол жерде үлкен ярмарка Қарасайма, и жерде қазір полностью жаңағы тротуар жүріп жатыр. Енді мына жағын шыны керек оны көрген жоқпын, я думаю, это уже, но по вашей информации, то, что вы сказали, спасибо вам, то, что халыққа жаныңыз ашып осындай жағдай мәселелерді көтеріп жатқаныңыз үшін. Самое главное, что не узаконили и не ушло частную собственность. Себебі болашақта 10 жылдан кейін келетін тұрғындар дәл жаңа ГДК мәселесі сияқты көтеріледі. Иә, жақсы. Әкімге ол кейін болады деген ғой. Архитектурный облик бойынша сізге мен айттым, жалпы әр елді мекеннің архитектурный облигі бойынша Нұрсұлтан Ержанұлы деген бізде ауданға жаңадан келген архитектор мырза, жас азамат, сондықтан сізге осы мәселелерді айтқан болатынмын. Сондықтан осы мәселені контрольға алып қойыңыз. По вопросу интернета, жаңағыда связь мәселесі деп айтты ауылдағы. Бұл жерде енді қысқаша отыра беріңіз. Қысқаша айтып өтуім керек. Жалпы бұл жерде жеке сала ғой бұл енді. Бұл жерде енді актив бар, кесел бар, басқа да жаңағы Алтел бар, Билайн бар. Сол организациялармен біз сөйлесейік. Бізде управление цифровизации бар. Бүгінгі күндегі осы жердегі абоненттердің жаңағы бұл кісілер керекті замерін жасайды. Егер нететін болса, біз мүмкін жаңағы мачтовый сооруженияларын жаңағы салынуына қолдау жасаймыз. Бірақ жалпы ауданымызда жаңағы интернетті тиісті деңгейге жоғарылату мақсатында қазіргі таңда жаңағы антенна мачтовый сооруженияларына біз жерлер беріп жатырмыз аудан бойынша. Почти уже 20-ға жуық участок бердік. Енді ол жерде үлкен участоктар емес, кішкентай ғана жаңағы 5 немесе 7 квадратты құрайды. Сол сияқты егер сол организациялармен тағы бір сөйлесіп көрейік, мүмкін болатын болса, осы жерге де ондай жаңағы антенна мачтовый сооружение қою мәселесі бойынша. Лесополоса мәселесі бойынша дұрыс айттыңыз. В целом этим вопросом занимаемся и мы тоже, но білесіздер, адамдар кішкене қазіргі таңда жер мәселесі болғаннан кейін кішкене жауыз болып кетті. Ағаштарды кішкене кесіп тастау мәселе фактілер орын алған бізде, осы Шалқар ауылында және де басқа да елді мекендерде осындай жағдайлар болды. Бірақ енді там ведутся следственные мероприятия, но в целом со стороны ЖКХ, я вот официально заявляю, никаких разрешений на лесополосах жасамаңыздар. Мне біздің официально ЖКХ-ның басшысы, я за все не могу ответить, но есть руководители, которые в этом направлении, чтобы они должны, и ауылдың әкімдеріне де в этом направлении поручение дали. Чуть добавлю ЖКХ-ға қатысты. Бұл жерде просто сіздер көбінесе разрешение бересіздер сан обрезка деп.
и оны алады да анда кесуге болады дейді да стволдан кесіп тастайды. Кейін сол қағазды көрсетеді маған сол берді акимат деп. Ал уже поздно болады да, соны айтсаңыздар. Ол санитарный кесу қағаздарының ішінде жазылған, ол түрмен кесуге жарамайды ол қағаз. Я білемін ғой, соны оқымайды ма, соны түсіндірсеңіздер. Жоқ, оны түсіндіріп айтып жатыр, ондай түрмен кескендерге ара өзінің шараларын қолданады.